Армысыз қазақ елі, көптен күткен подкастымыз бүгін тұсаукесері болып жатыр. Бүгінгі көтеретін тақырыбымыз біздің елде жылу жинап жүрген қайырымды жандар. Шынымен де қайырымды жандар ма? Жоқ әлде қайырымсыз жандар ма? Ақшаны қайда жинап жатыр, өз қалталарына салып жатыр ма? Жоқ, елден ақша жинап, мұқтаж жанға беріп жатыр ма? Соны бүгінгі қонақтармен сол мәселені көтереміз. Бірінші қонағымыз біздің Гүлзат Каналханқызы, Жасыл желкен қоғамдық бірлестігінің төрайымы, қоғам қайраткері. Енді әлеуметтік желіде барлығымыз танимыз, Гүлеке Қасым деген есіммен танымал. Көп мәселені көтеріп жүр, және де сонымен қатар осы қайырымдылық қорларының былай айтқанда былықтарын деп айта берейін. Инстаграм желісі болсын, тикток желісі болсын, сол мәселелерді көтеріп жүр. Екінші қонағымыз біздің Заңғар компаниясының құрылтайшысы, білікті заңгер Тұрғангүл Ерсайынқызы. Бұл кісі заң жағынан қайырымдылық қор қалай жұмыс істеу керек? Былай айтқанда есеп қисапты кімге беру керек? Қандай критериялармен жұмыс істеу керек? Сол жағынан сұрақтарға жауап береді. Және де бізде ең басты кейіпкеріміз Қарағанды қаласынан келген, бізге бүгін көңіл бөліп, өзінің басынан өткен оқиғасын айтып береді. Қай қайырымдылық қордан ұялды, қандай мақсатта ұялды, көп балалы ана, күміс алқа иегері Арайлым ханым. Енді Гүлеке өзіңізден бастай берейік. Рахмет. Бүгінгі мына бастап жатқан бұл ағарту деп айтуға болады. Көп адамдарға түсінбей сұрақтары көкейлерінде мазалап жүрген адамдар көп қой. Негізінде халық көтеретін болса, қандай жүк болса да жеңіл болады. Сондықтан бүгінгі мына бастап жатқан істерің берекесін берсін және нәтижелі болсын. Танысқаныма өте қуаныштымын. Міндетті түрде өте дұрыс деп санаймын заңгерлердің жанында жүрген. Себебі біз заңды білмей қаламыз көп жағдайларда, ал заңды білмеу жауапкершіліктен еш босатпайды. Ал енді маған келетін болсақ, мен негізінде 2013 жылдан бастап қоғамда белсенді өзімнің позициямен келе жатқан адаммын. Ал бала күнімнен әділетсіздікке деген менде бір өзімнің сондай көзқарасым бар. Ол әділетсіздік болмау керек, себебі өзгерту керек оны. Мен болмасам оны кім жасайды деген сияқты. Сол себептен болар. Енді қазір заман өзгеріп жатыр. Президенттің өзі айтады, үкіметтік емес ұжымдар өзінің уставына сәйкес қандай да бір сұрақтарды көтеріп, соның аясына көп адамдар келіп, өзінің түйткіл мәселелерді шешудің жолын іздеу керек деп. Сол тұрғыда мен 2023 жылы Жасыл желкен республикалық қоғамдық бірлестікті тіркеп, содан бері қарай біз жұмыс жасап келе жатырмыз. Өкіметпен етене жұмыс жасаймыз. Қазір міне ведомствоаралық жұмыс тобына кіріп, заңға өзгертулер енгізу арқасында көп заңда кеткен олқылықтарды, мысалға депутат, мәжіліс депутаты Абзал Құспанның айтатын, көп жерде айтатыны бар. Мына біздің халық қалаулылар бар ғой, солардың көбі заңгер болған болса, заңгерлерден тұрған болса, мысалға, және кәсіби мамандардан тұрған болса, бізде мұншалықты олқылық болмайтын еді. Себебі заңгер менің сөзімді құптайтын болар, себебі көп заң білмейтін адамға керісінше жұмыс жасап кетеді. Заңды біліп отырған адамға ол өзінің пайдасына жұмыс іске асырып кетеді. Сол енді мен блог жүргіземін. Сол блогта менің көрсетіп жатқан құқықтық көмегім, кеңесіміз, себебі біз 18 наурыздан бастап Секеров және оның серіктестеріменен меморандуммен жұмыс жасаймыз. Ол кісілерде 10-нан артық адвокат бар. Солардың тегін біздің қоғамдық бірлестік мүшелеріне тегін кеңес беріледі және біз сүйемелдеп алып шығамыз. Соның бірі мына Арайлым сіңліміз осындай бір қиын жағдайға тап болдым деп маған өзі шықты. Бұл да біздің қоғамдық бірлестіктің мүшесі. Сондық себептен мен өзім бардым Қарағандыға. Бұл қандай жағдай? Біріншіден маған видео жібергенде мен шошып кеттім, шынымды айтайын. Асар Үме қорына бұл кісінің барлық мұң-мұқтажын айтып, біреулер айтқан ғой, мына кісінің үйі жоқ деп. Көп адамдар айтып жатыр, неге бұл бала туа береді, не үшін баланы сонша туған деп.
баланың тырнағына зар болып жүргендердің бірі мен болған болатынмын. 15 жыл зарықтырып, бір ұлым бар. Баламен ешкімді қинамасын және сынамасын. Денсаулығы болып, балаларды туды, бақытты болғысы келді, тұрмысқа шығады. Әйел адамның барлығы бақытты боламыз, ұрпағымызды алып келеміз деп өмірге келеміз біз негізі. Ал енді ер азаматтар көп жағдайларда қиыншылыққа сынып қалып жатады. Соның нәтижесінде бұл үйдегі жаңағы енді бауырымыз мына тағдырдың тәлкегіне сынып, шыдамай, ішіп кеткенде тастап енді семьяның тіпті жауапкершіліктен мүлдем өзін босатып тастаған. Арайлымнан сұрай салайын. Негізі қанша балаңыз бар? 3 қыз, 3 қыз. 3 ұл. Күшті. Иә, Ең үлкені? 19-да. Ең үлкені 19-да, ең кішісі? 7-ге толады осының орнында. Құдай қаласа 7-ге толады. Енді асар, ұңы, қоры сізді қалай тапты негізі? Ең басынан айтып беріңізші осы мәселені. Сіз Гүлеке Қасымға жазбай тұрып, қалай басталды осы? 2021 жылы мен жұмыстан кеткен кезде бір номер звондады. Бізде Қарағандыда Тамшы KZ деген қор болған. Сол кісілерден менің номерімді алған. Ол кісілер сұраған ғой, енді ол кісілер негізі Алматыда ғой, филиалы, жаңағы Асар Руменің. Номер сұраған, адамдар бар ма, ата-анасы, многодетная семья, квартира снимать ететін сондайлар болса, беріңізші деп. Сол кісілер менің номерімді берген екен, ол кісілер маған жиі көмектесіп тұратын, жаңағы Тамшы фонд. Содан жаңағы кісілер звондайды, біз осай Асар Руме боламыз, сізде көп балалы деп естідік, квартира тұрады деп естідік. Келіп сізден жаңағы документтерді фотоға түсіріп нетіп көруге бола ма деп көз-көзімізбен. Жақсы келіңіздер дедім, келді. Күміс алқамды да көрсеттім, балаларды да көрсеттім жаңағы. Соны 2 аптадан кейін где-то жаңағы кісілер айтады, 6 миллионға дейін үй іздеңіздер деп. Сол кезде сіз сұрамадыңыз ба, неге 6 миллионға дейін деген секілді? Ондай сұрақ туындамады. Енді давайте не отходи от кассы, мен заңгерден сұрайсың. Сондай заң бар ма бізде? Тек қана 6 миллионға дейін үй алып беру керек. Жоқ, енді ондай заң жоқ қой. 20 миллионға дейін. Жаңа ханым, ондай заң жоқ қой. Дегенмен де сол елді мекеннің примерно үйдің бағасына есептеп тұрған болар деп ойлаймын. Қарағандыда бізде 6 миллионға деген үй жоқ. Біз Қарағанды қаласы Әлихан Бөкейхан ауданында сортировка, сұрыптау деген жер бар. Соның при сортировке есть рабочий поселок деген. Сол жерден поселоктан алып. Сіз оны алмай тұрып Қарағандыда тұрып жүрген? Майқұдықта тұрған, иә. Арендада тұрсаңыз, Қарағандыда тұрған. Сізді алады да, анау поселокта. Енді мен сіздерге бұл жерден айтып кетейін. Мен бардым ғой ол жерге. Өз көзіммен көрейін деп бардым. Себебі маған жаңағы жібергенде ол үйдің бір мына қабырғасы не болып салынады? Котел. Сол қайнау керекті, сол жылу береді үйге. Сол котел жарылған. Жарылғанда мына кішкентай балалар қашып үлгерген. Менде миллионнан артық просмотр болды, сол масқара. Содан кейін шыдап енді отыру мүмкін емес қой. Содан кейін мен бардым. Біздің Қарағанды Жасыл Желкеннің Қарағандыдағы филиалының басшысы Мейрам Мәдениетұлымен біз екеуміз бардық сол жерге. Ол кісі өзі Қарағандының тұрғылықты тұрғыны. Тапсақ шаны жерді. Көлікпен барып зорға таптық. Айдала, бір ну орман сияқты ішінде бір үй тұр, жағында адам жоқ. Айдаладағы отау, аузы мұрны жоқ отау. Бұл кісілер ол жерде тұрмайды, себеп тұру мүмкіншілігі жоқ. Ішіне кірдік, бізде барлық видеолары бар, мен жібере аламын. Қабырғалар картоннан, ішіне кірсеңіздер, енді ана жерде мысалға бұл жұмыс істемейтін болса, балалар аш қалады. Өкіметтен берілетін ақша 100 мың теңге. Жолдасы және ол жоқ. Содан кейін бәріңіз түсінуіміз керек біз. Осындай қорларды қолдауға бәрінің жүректері елжіреп, керемет сондай мейірімді болып қаласыздар. Ал туыс-туғанға келген кезде барлықтарыңыз тас бауырсыздар. Ол егерде туыс-туған қолын созып жіберетін болса, сол қол созып қол тиген жердің өзінде мұқтаж адамдар өте көп. Қазір сондай болып кетті заман. Айдаладағы біреуге көмектеседі. Көбінесе менің түсінгенім, көмектескіш адамдар ертеңгі күні маған да сөйтіп көмектеседі деген өздерінің бір расчетымен көмектеседі екен. Ол шынымен де осы Арайлымға көмектескіш болатын болса, мен Қарағанды қаласының мәслихат төрағасымен кездесіп осы мән-жайды түсіндірдім. Ол кісілер бизнесмендермен етене жұмыс жасайтын адамдар, прокуратурамен де барлығында как надзирающий орган сияқты қарай алады. Сол адамдар осы күнге дейін осы отбасының 300 мың жаңа қарызында жауап бере алған жоқ. Мен келесі аптада Қарағандыға осы мәселе бойынша барайын деп едім, бірақ Арайлымның бір баласы
қатты науқас болып қалды қазір. Сол тарапта Алматыға шығып кету керек екен. Енді Алматыға барып келгеннен кейін ол қалай болады білмеймін, бірақ осында депутаттарға, мысалға мәслихат депутаттарына жетті, басқа адамдар болатын болса, түн ұйқысын төрт бөліп, мынау қалай болып жатыр, қыс келе жатыр ғой деп дабыл қағар еді. Бұл кісілер бұл кісі хабарласа телефондарын алмай жатыр екен. Сондай жағдай болып тұр. Көрсеңіздер ана үйде, білмеймін, енді 1 миллионға да учаскесінің өзін алудың негізі жоқ. Енді ол үйді берген кезде сол жағын айттыңыз, қалай келді жаңағы? Келді, үйге келді. Осындай уақыт 2 аптадан жаңағы үйді қараңдар деді. Біз волонтерлар болды. 2 волонтер жаңағы Қарағанды қаласында Асқар және Жайнара деген қыз бала. Ол кісілер Асқар көп ойынға қатысқан жоқ. Жаңағы Жайнара келді. Жайнара екеуміз жаңағы үйді іздедік, таптық. Сосын енді 6 миллион деген соң 6 миллионға іздедік та енді үйді. Одан көпке қалай іздейміз. Сосын Жайнараны іздедік, таптық, OLX арқылы бардық, көрдік. Все подойдет деп ана қыз видеолар түсіріп, не жаңағы Алматыға жіберді. Мен осындай үй таптық, осындай семьяға деп. Жақсы ана жақ келісті. Сосын кейін ол кісілер бір жұмадан кейін келді ғой. Бір жұмадан кейін өздері Алматыдан келді. Асарумен өзінің несінде де бар, Инстаграмында да бар. Енді сол үйді тапсырып жатқан кезде сертификат қылып берді ма? Сертификат қылып берді. Сертификатта қандай сумма жазып? 6 миллион. 6 миллион деп бірақ жазып тұр, иә? 6 миллион деп. Енді сол видеоны түсірген кезде сіздерге бір условие болды, мына үйді алып жатқан кезде жылаңдар болмаса, күліңдер болмаса, өз эмоциялармен. Бізге қазір мына подкаст түсіріп жатқан кезде сізге айтқан жоқпыз, сіз қазір жылаңыз, елге бір жаңағы өзіңіздің мұқтаж екеніңізді түсіндіріңіз деген жоқпыз. На расслабоне, грубо говоря, өзіңіздің ойыңызда не тұр, солай сөйлей беріңіз дедік, иә? Ал сол үйді беріп жатқан кезде сізге қандай условия қойды? Жаңағы балалармен кухняда бір нәрсе істеп жатқанымызды, балалармен сөйлесіп отырғанды, енді как эмоция шығарыңыз деді да. Енді эмоциясы сол жылау ғой, иә. Сертификат алып, иә. Кімге рахмет айтты дейді сонда? Халыққа. Халыққа деп айтады, халыққа рахмет айтты деп. Халыққа қарай жібер деп тұр осы. Ішін жаңағы жалтыратып, иә? Жаңағы үйді біз барған кезде, как уже сатуға дайындап қойған ғой хозяиндар. Любой зат сатсаң өзің бірінші бетін жылтыратады ғой. Сол сияқты обойлаған, неткен, сосын кейін жарайды табыстады, неттік тұрып аттық, нормально. Келесі жылы мен как раз апрель айында не болды? Ауыз бекіту болды ғой, ораза айы. Ауыз ашар берейін, енді Құран оқытайық деп неткен кезде, жаңағы бір комнатаның обойын ауыстырам деген кезде, асты картон. Мен өз көзіммен көрдім. Ол картон асты неге картон деп, жаңағы картонды татпайын ба? Асты андай шел. Міне Көлеке Қасым көрді ғой. Амалым жоқтықтан шықты мен бұл кісіге. TikToktан тауып алдым. Жаңағы бір видеосын көріп қалдым да, бұл кісі уже нетіп жатқаннан кейін. Осы мәселені көтеріп жүрген. Жоқ, ол кезде ол мәселені өзің көрдің ғой. Ол да көп балалы, 7-8 баласы бар ма? Отбасы, бір баласын мына Қоянды ауылында ит талап өлтірген. Алар жұмыс жасайды. Балаларға енді өте енді қиын жағдай, өздері жаңа верующий адамдар ғой, сондықтан ол біреулер айтуы мүмкін, неге олар баланы туа береді, қазір медицина дамыған кезде деп айтуы мүмкін. Бірақ олар верующий, Құдай беріп жатыр, туамыз дейді. Күйеу де, әйел де жас, 31 жастағы келіншек, оларға қарекет қоры берген. Қарекет қорының берген үйі Қояндыдағы, мен әкіммен де кездестім, біз бардық, заңгермен бардық, бәрін түсірдік. Ана үйде енді тұру мүмкіншілігі жоқ, фундамент құйылмаған, кәдімгі времянка сияқты салынған үй. Осы Астананың Қояндысында. Иә. Сонда ол үйді ең қызығы 14 миллион 595 мыңға алынды деп мына документацияда тұр. Олар жаңа халықтың алдында бәлкім солай есеп беретін болар, оны да білмеймін. Сол олар шыққаннан кейін соны көргесін арайлымда хабарласты. Жаңағы қарекет қорыменен біздің келіссөзіміз өте қызық болды. Мен енді осы жерде айтуым керек. Қарекет қорына біз видеоны салғаннан кейін бізге жаңағы бір коню зубы не смотрит дегенге келтірді ғой. Жоқ, олар битеді. Жаңағы мен хабарластым, сіз осындай мына менеджер екенсіз ғой деген кезде ат-тонын ала қашады. Мен ол жерде уже жұмыс жасамаймын. Содан кейін олардың өздері кінәлі, біз оларға айтқанбыз, сендер крышаға қойып сатып үйді, содан кейін сатқандағы оның нарықтағы бағасы 3 миллион. Это вот барар жері 3 миллион ғана. 3 есе көтеріп завышенный. 5 есе. Көрсеткен. 5 есе көбейтіп жіберген. Содан кейін біз заңгеріне шықтық.
заңгері енді менімен сөйлескен кезде енді менде бір адамды сөзден жаңылдыратын адам едім. Бірақ заңгерлері қарекет қорының 100 әйелді ұрып жығады сөйлеген кезде. Ауыз аузына тимейді. Респект, сондай заңгерлерді тауып алады екен. Тіпті ауыз аузына тимейді, сөйлеген кезде жаңағы адамдардың өздері кінәлі, барлығына осылай деген сияқты айтады. Енді оларға біз айттық, сөйтіңдер деп, бүйтіңдер деп. Содан кейін біздің заңгер шықты. Әлібек мырза шығып, ол заңгермен сөйлесті біразға дейін. Содан ең қызығы, жаңағы біз көмек көрсеттік қой, енді ол келіссөз жүргізіп жатырмыз, бардық, видеоға түсіріп, резонанс бердік та. Содан кейін жаңағы отбасы Түркістандық екен өздері. Қарекет қоры білмеймін бір уақыттың ішінде оларға Түркістан қаласынан 3 бөлмелі дәл сол семьяға керемет етіп 3 бөлмелі пәтер алып берді. Неге сіз көтермей тұрып соны бере салмасқа? Вот енді жаңа кісілерге мен жай айттым. Енді біздің жаңағы енді еңбегіміз ол. Бұл кісілер бізді енді сіз енді қарекет қорына тиіспей ақ қойыңыз деген сияқты Аллахтың жаңағы несі болар деп. Біздің мына еңбегіміздің барлығы ескерілмей қалады. Мен саған да айтатыным, сен соған дайын бол. Халық үшін сен сойылды соғасың, бірақ халық ертең сенің өзіңді қаралап тастайды. Халық бізде сондай болып кеткен. Енді оған еш халыққа өкпе болмау керек, себебі халықтың сана деңгейі сондайда. Неге екенін білмеймін, шындықты айтқан адам тура би туғанына жақпайды. Ал енді жаңағындай зыпылдатып, өтірікті айтып, жаңағы біреуді жылатып, біреуді күлдіріп, бір гүл беріп, альхамдулилля өстіп жүретін болсаң, сен кереметсің, сен сенеді бәрі. Сонда Гүлеке сонда былай болып тұр ғой. Біз қарекет қоры, асарумен қоры, басқа да қайырымды жандар толып жатыр. Солар жақсы үй беру үшін сонда біз арайлымды алып. Неге мынандай? Содан кейін барып. Жоқ, ол арайлым шығып айта алды ғой. Олар көбінесе адамдардың мына діни тұрғыда Аллаға разы бол сен. Осыған тәуба демейтін болсаң, саған одан да жаман болады. Жаңағы қарекет қорындағы отбасы, олар да өте діншіл адамдар. Аллахтан не болатын болар, жаңағы оларда басқа адамдарға кесіріміз тиер деген аналар сөйтіп давить етеді оларға. Бірақ былай айтады ғой, сендердің кесірінен ертең садақа тоқтап қалады да. Біз оларға көмектесе алмай қаламыз. Міне, сондықтан жаңағы қарекет қорына алғыс деп аналар қарап отыр. Не дейсің енді сен оларға? Әйтпесе бізге қоғамдық бірлестікке қосылған кезде жаңағы ерлі зайыпты адамдар, біз әділдік жолында жүргіміз келеді. Мен айтам, сіздерге жаңағы қарекет қоры өз қалтасынан немесе өздерінің жүргізіп отырған бизнестарынан бөліп ақша берген жоқ. Оның бәрін халық жинады. Халықпенен мысалға қайырымдылық жасағың келетін болса, сенімен қайырымдылыққа мұқтаж адамның ортасында неге мынандай делдалдар болу керек? Себебі қарекет қорының өзінде мысалға олардың заңгерлері бар, есепшілері бар, менеджерлары бар, ойбай, олар енді бар ғой, тіпті актерлары бар, түсіріп мобилографтар бар, соның блогерлар, олардың барлығы керемет окладта отыр. Сонда бізге оның не керегі бар? Оларға ай сайын кетіп жатқан окладтың өзі жоқ дегенде ай сайын 5 адамды үйлі қылуға болады. Енді тура осы моментте Тұрғангүл Ерсайынқызы қарекет қоры деп ғой. Кез келген қор қалай жұмыс істеу керек, ақшаны қайда жинау керек, есеп қисапты кімге беру керек? Кез келген қор, енді біз жаңағы айтып отырған әңгімеміз қайырымдылық қорының төңірегінде ғой, қайырымдылық қоры біріншіден это некоммерческая организация. Ол коммерциялық емес үй, біріншіден. Оның мақсаты пайда табу емес, қайырымдылықпен, қайырымдылықты көрсету. Енді қайырымдылық қор өзінің счетына жинайды, міндетті түрде. Өз каспиына емес, личный. Жаңағы басқа жеке тұлғалардың каспиына емес. Есепшотына емес, жаңағы қордың есепшотына жинау керек. Одан кейін ол түскен ақша бойынша, қаражат бойынша міндетті түрде өздерінің отчеттарын беріп отыру керек. Кімге береді? Ол деген прямо деген неде заңда жазылған. Жоқ, сайт болу керек қой деймін оларда. Сайтта немесе жаңағыдай ақпарат нелерінде көрсетіп отыру керек. Оны халық көру керек, өйткені халық беріп отыр ол ақшаны. Дұрыс па? Дұрыс. Енді қараңыз, біз прямо отчеттары өте прозрачный болу керек. Вот, прозрачный болу керек. Бізде прозрачный жоқ. Осы жерде айтып кетейін, бізде деген
ешқандай қорсыз да қайырымдылық жасап отырған біздегі не бар ғой, блогер да, Гүлмира Абдрашева да. Мен ол кісінің несіне жазылғанмын. И ораза кезінде болсын, былай да болсын, кәдімгі мұқтаж адам ба, мысалға деген, сіз бүгінгі каспиіңізді обнулять етесіз, счетыңызды, өзінің подписчиктеріне айтады, сізге жекелей түседі сол ақша. Міне осындай ақша түсті, міне стоп болды. Выписканы көрсетіп береді. Сосын барлығы телеграм-каналда у нее прозрачно, да, вот прямо мықты риза боласың, да. Вот сол кісіден үлгі алу керек. Жоқ, дұрыс қой. Енді, например, біздің қайырымды жандар, қайырымдылық қорлар жасасын, дұрыс жасасын, акиматта жасасын, басқасы да миллионерде жасасын, қайырымдылықты жасай берсін. Өйткені бізде мұқтаж жандар көп. Жастар міне ипотека аламай жүргендер көп. Бәрі бір программаны ашсын да жасай берсін. Ешкім қой демейді. Халық біз қолдай береміз. Бірақ сіз айтқандай заңның аясында и прозрачный. Самое главное прозрачный. Бізде заңда олқылықтар көп. Егер де заң прозрачный болатын болса, Перизат Қайратпен неге мынандай болып кетті? Ол кәдімгідей мемлекеттік деңгейде болған нәрсе ғой. Оған мысалға мен жазаны өте жеңіл деп санаймын, берген жазасы. Себебі ол сотты өте тез өткізді біріншіден. Неге? Өте танымал влиятельный адамдардың фамилиясын басында айтты. Ол қыз өте қандай айтсам екен еді, шынымен де ол өзінің миын, барлық біліктілігін дұрыс жолға салған болса, жаңағы Перизат Қайрат, негізінде көп жақсы нәрсе істеуге болатын еді. Бірақ күріштің арқасында күрмек су ішіп, оны алтын көрсе жаңағындай періште жолдан таяды. Оны қазір сіз тіпті керемет деген адамдарды апарып отырғызып қойсаңыз да, біздің заңның олқылығының кесірінен оның барлығы күл паршасы шығады. Мен өзім көзім жеткен нәрсе. Қазір тіпті Арайлымның өзін отырғызып қояйық. Арайлым осылай басқарады, міне осындай ата-аналар, себебі Арайлым өте білімді, сөзін ойын жинақтап айта алатын адам. Ертең Арайлымның үстіне надзорный адамдар келеді да, мысалға менде күдік бар сондай. Бәлкім олар келіп, сіз жасай беріңіз, бірақ та мен осылай деуі мүмкін. Неге? Көп жаңағы жылумен айналысып жүрген блогерлар бар ғой. Сол блогерлар заңнан қорықпайды. Маған нагло айтқан бір жағдай болған болатын, бір блогермен сонда айтқан, маған полицияң, сотың қызықтырмайды, мен любойын шешіп тастаймын дейді. Неге? Себебі оларға күніне 2-3 миллион ақша түсіп отырады. Ол әшін блогерға. Ол тек блогер. 2-3 миллион ақшасы бар адам кімді болса да сатып алады ғой. Мысалға 10-15-20 адвокатты жалдап қоятын болса, 20 адвокат соны жақтап шығады. Енді Айгерім, сіз ол үйде 1 жыл тұрдыңыз. Арайлым. 4 жыл тұрдым. Биыл 2025 февральдың 9-ында жаңағы бізде встроенный стенку бачок болған. Батарея жоқ ол жерде. Ол жерде батарея только ванна мен коридорда ғана. Санузелмен жаңағы коридорда ғана. И жаңағы бачок 3 бөлмені жылытатын. Сол бачок енді шірейді ғой. Любой темір зат шірейді. Жаңағы шіріп атылады ғой. Атылғанда бүкіл залдың бәрі су басып кетеді. Ыстық су. Хорошо, мен балаларды шығарып үлгердім. Сварщик шақырамын, сваркалап береді, бірақ айтады, мынаны сіз алып тастаңыз срочно. Порядка алып тастаңыз, радиатор қойыңыз, батарея қойыңыз. Осы биыл 2025. Үйді алғаннан кейін. Биыл болды. Міне биыл 4 жыл тұруымыз керек. 4 жылдан кейін болды. Сіз ол үйде қыстадыңыз, ол батареясы ешқандай ақау болмады ма? Ақау болмағанда енді қыстыгүні ғана жағасың ғой, қыстыгүні ондай ақау болған жоқ. Сосын биыл міне февральдың кезде жаңағы тесіліп жарылады. Енді жаңағы сварщикіміз айтады, мынау қайта сізге 3 қыс сіз қыстағансыз қайта дейді да. Жаңағын ауыстыру керек, срочно, өйткені іші бәрі ржавчина. Енді мен осы жерде сразу айта салайыншы, қазір пысықтар бар, оқымаған әйелдер көп комментарий жазады маған да. Берген үйге шүкіршілік айтпай ма, үйтпей ма, бүйтпей ма, бәрі ақылды ғой бізде. Енді бұл жерде мынандай мәселе. Сіздің жолдасыңыз жоқ, сол үйді ремонттап, бір рахметін айтып, ары қарай алып кететін. Сіздің өзіңіздің балаларыңыз бар, 6 бала деп отырсыз, сіз өзіңіз жұмыс істеу керексіз. Сонда сіз барлық тірлікті тастап, анау біз халық болып жинап берген ақшаға, грубо говоря, достойный, сіз емін-еркін тұра алатын квартира алып беру керек еді. Олар сізді мынандай үйге осыған да шүкірлік айт деп кіргізе салды. Енді сіз действительно сол кезде шүкірлігіңізді айтып, енді кірдіңіз сол үйге. Бірақ енді жаңа халық айтады, үйтсін, бүйтсін, ремонттамай ма, бүйтпей ма, сөйтпей ма. Сіздер өздеріңіз ойлаңыздаршы, жалғыз басты ана
баласын қарай ма, баласын емдете ма, жоқ ана айдалада жүрген жерге ремонтын жасай ма, ондай қаражаты бар адам и так ешкімге мұқтаж болмай ақ өзінің квартирасын алатын еді деп мен есептеймін. Бір ремонттың өзіне қанша кетеді қазір? 10 миллиондай кетіп қалады. 10 миллион емес, тіпті қазір 3-4 миллион болса бірдемеге келтіруге болатын еді. Енді әкімшілікке біз жеткіздік. Мүмкіншілік болатын болса Дико осы Асар Үменің заңгерлері ма, менеджерларын шақыруға бола ма екен? Қандай критериймен олар таңдайды деймін да? Балалар өте ұсақ. Қазір мысалға 7-дегі бала онда нешеде болды? Ол кезде 3-те болды. Жаста. Сіз ана Қарағандыда тұрғанда қайда жұмыс жасадыңыз? Облыстық неде, орталықта тұрғанда? Мен Қарағандының өзінде тұрғанда ма? Иә. Мен птица фабрикада істедім, Ал Көрмеңкеде. енді сізді деген ауданның орталығына емес, тіпті ар жағына апарып қойды. Ол Ол жерде жерде депо, қалай дешеді? Ремонтный депо бар. Жол не? Иә, сол жерде охранада істедім. Міне көрдіңіздер, көріп тұрсыз Сотки через Енді бұл- иә, 100 мың теңге балаларға көмек ретінде мемлекет береді екен. 100 мың теңге қазір енді ойбай бір керемет ақылшылар бар, сіз айтқандай. Айлық 1-200 мың болар. Болмайды да. 185 мың теңгеге 6 баланы асыраңыздар да, ремонтқа ақша жинаңыздар. Содан кейін көмір кіргізіңіздер. Содан кейін айтыңыздар. Бұл жерде мәселе арайлым қол жайып сіздерден ақша сұрап отырған жоқ. Бұл жердегі мәселе сіздердің жинаған ақшаларыңыз халықтың қайда кетіп жатыр. Содан кейін сол 6 миллион шыққан жерден 10 миллион да шығатын еді. Бәлкім 10 миллионға сол өзіңізге балаларға жақын болсын. Ана район негізінде мен есірткі мәселесін көтеремін ғой. Нағыз есірткіні қолданатындар, сондай адамдардың нағыз несі ордасы. Дұрыс айтасыз, жаңа 6 миллион дедіңіз ғой, мен осыны айта кетейінші, қазір ұмытпай тұрғанда. Асар Үменің керемет бетке ұстар жаңа директоры бар, блогерларына айтайын дегенім. Ақыры міне Арайлым ханымға 6 миллионға үй табылып тұр екен. Енді тағы да халыққа айтып жүрмедіңдер ма? Ойбой, мына 6 миллионның үйі онша емес екен, халқым тағы да бір 5 миллион жинап жіберейік деген кезде. Біз халық жинайтын едік қой, дұрыс па? Жақсы үйде тұрсын деп біз жинайтын едік ақша. Әрине. Неге? Жаңа Гүлеке дұрыс айтып отыр. Қандай критериймен вообще? Қай жерде, қай сайтта сендерде жазылып тұр? Мына Арайлым деген 6 миллионның үйінде тұрады. Басқалары жазып жатыр, тек қана 10 миллионның үйін аласың деп айтады. Ол 10 миллионның үйінде Жоқ, бәлкім халық талап қоям екен. Біз болмасақ, сіз жаңа Асар Үмен директорына айттық па? Тек қана 6 миллиондікін алып бересің, тек қана 10 миллиондікін алып бересің. Қарағандының тұрғындарына 6 миллион, Алматының тұрғындарына 10 миллион деген критерий жоқ қой. Бәлкім саған сол 3 жыл бұрын 6 миллион қолыңа бергенде сен не істер едің? Мен уже басқа жерден келмейді. Ақша қосып, туған туысыз бар, асарлатып, бір нормальный жерден алатын едім. Мен лучше ипотекаға алатын едім ғой, жаңағы первоначально төлеп. Қазір бәрібір сен пәтер жалдап тұрып жатсың. Түбінде ақыр Ана пәтер. үйде кетіп қалдыңыз ба енді? Тұру мүмкіншілігі жоқ деймін сіздерге. Ана жерден ана ситтерлар болды ғой. Сіз енді шыққанда Асар Үме не деп жауап берді? Асар Үме жауап бермейді. Маған жауап берді, что хотите, то и делайте, можете продать этот дом, это ваш дом собственный деді. Ең мен сіздерге айтайын, бұл жердегі бұл жердегі қиын жағдай, мына үй осы отбасының басында болғандықтан бұл кісілер не кезекке тұрамайды, не өкіметтен үй ала алмайды. Себебі басында тауық қора болса да үй бар. Көрдіңіздер ме, қалай бұл кісілерге кесірі тиді. Пайдасы емес, сый қылсаң сыпыра қыл дейді. Ал енді сыйды өйтіп жасай алмайтын болсаңыздар, ондай жақсылықты, онымен айналысып не керегі бар? Тіпті сол видеоларыңызды түсіріп, Арайлымның өзінің номерін көрсете салып, кетіп қалу керек педі. Мен сіздердің енді мысалға ауыздарыңызды толтырып айтасыздар, халық жинап берген ақшада керемет, енді сіздер бір өздеріңізге медиа құрып алдыңыздар ғой. Бәлкім акиматқа шығып керек педі, әкімшілікке. Мен әкімшілікке бардым, бірақ енді Қарағанды облысы әкіміне де жаздық біз. Бұны енді республикалық деңгейде көтеруге тура келіп тұр. 6 бала, көрдіңіздер ме, 6 баланың қазір тағдыры өте қыл үстінде тұр. Қыз келе жатыр. Ертеңгі күні ит талап кете ма оны? Жоқ, біреулер сүйреп кетіп зорлап кете ма? Ананың жүрегін өзіңіз ойлаңыздар қандай болып жатыр. Сондық себептен енді біз Қарағандыға барамыз. Барам дейтін болсаң, бірге барайық. Әкімшілікке сұрақ қоямыз. Неге бұл кісілер, мысалға ана ситтерларды білесіздер ғой? 5 бала өртеніп кетті Астанада.
өртеніп кеткеннен кейін байбалам салып бүкіл ел біз бір түнде жинадық сол 15 па миллионды бір түнде халық жинап, сол кезде халықтың до того біздің сауатсыздықтарымыз ғой, сол ақшаны мысалға бүкіл Қазақстан болып, мен емшектегі баламмен отырмын, менің шешем салды, бүткіл енді ел барлығына байбалам салып бір түнде жиналды сол пәтердің ақшасы. Соны апарып халық емес, мешітке апарып береді ғой. Мешіттен имам өзіміздің атымыздан деп бере салды. Міне осындай жағдайларда тіпті бар ғой, халықтың мына сауаттылықты қосу керек. Қазір міне президенттің өзі айтып жатыр ғой, жасанды интеллект, GPT чат бар, салыңыздаршы, осылай қалай болады, бұлай қалай болады деп неге сұрақ қоймайсыздар? Кім не айтса соған сеніп жүре бересіздер. Міне арайлымдікі өте дұрыс. Бұл дабыл қағып жатыр. Енді қазір мысалға сол үйді сатсаң қаншаға тұрады? 2 миллион қойса деп айтып отырмын. Сатуға қойдым, продажаға қойдым, потому что мен қазір Жоқ, оны қоюға мен елді мекенде қанша адам тұрады? ол білмейді екен, бірақ көбісі малмен тұратын адамдар. Көбісі малмен жоқ, тура міне бірақ мектеп бар. арайлымдардың тұратыны міне темір жолға алыс емес, бір жерде тұрады, бір 2 үй қатарында. Сосын ары қарай кетеді, тағы бір 2 үй. Солай. Жоқ, облыс орталығында жалдамалы үйде тұрдыңыз әуелде, жұмыс жасадыңыз. Енді деген жоқ, біз қайырымдылық істейік деп, бірақ та біз мына жерден емес, жаңағы аудан орталығы да емес, ар жағындағы ауылдан алып берген. Миыма бәріміздің сол миымызға сыймайды. Біз енді ғой, қараңызшы. как мен балаларым кешіріңіз сөзіңізді өткеніме. Енді біз Майқұдықта мектепте оқыдық. Ол кезде Майқұдықта мектепте оқыды. Біз тұрып жатқан жерде квартира жалдап жатқан жер. Сосын жаңағы 6 миллион деген соң біз жан-жақты қарадық уже. Жан-жақты қарадық. Майқұдықтан ондай бағыт жоқ бізде. Кем дегенде 15 миллион. Сосын жарайды деп жаңағы сортировканы қарадық. Сортировканың өзінде, сортировка деген не бар? Сон станция өзінде болды. Оған жаңағы рабочийдағы үйді көргеннен кейін волонтер сол үй деп нетті. Сосын мен жаңа үйді барып тағы бір үйді көрдім. Ол үй нормальный состояние. Сол үйде не етейік дегенде, у меня времени нету, чтобы туда ездить, смотреть этот дом деді. Жолдасыңыз қазір бар ма? Жоқ. Заңды түрде Ажырасыспыз. Иә. Алимент төлемейді. Алименттің қағазы бәрі бар. Жоқ, алимент төлемейтін ол кісі, в общем, жұмыс та жасамайды. Несінен төлейді деген нешін сұрап отырмын, социально уязвимый слой населения, соған кіресіз ба, кірмейсіз ба, сол үшін сұрап отырмын. Бірақ та сіздің атыңызда не бар, үй бар? Бұл мен атында болғанда бұны договор бойынша ең кішкентай баланың атына жазды. Кішкентай қызымның атында қазір бұл үй. Сіз онда неге тұра аласыз ба кезекке? Жоқ, сіздің балаңыздың атында үй бар, сіз қалай тұрасыз кезекке? Мен акиматқа осы жолы мен тағы да бардым. Бір емес, 2 акиматқа да бардым. Жасы нешеде? Қазір міне осы октябрьдің 10 күні 7-ге толады. 7-ге толады, сіз үшін дейтін. Енді қараңызшы, например, үй мүшелерінің атында үй бар деп тұр, иә қазір? енді қазір арайлым шығып отыр ғой енді Гүлеке ханымға. Енді айтпағандар қанша, момындар қанша, қорқатындар қанша. Қош деп қолды бір сілтегендер қанша. Енді оның бәрін Гүлеке енді қаланы аралап, іздеп жүрген. Араладым. Біразын көрдім, бірақ көбі бетеді. Құрсыншы кесіріміз тиіп кетер. Жаңағылар сол айтады екен, бұлар іздейді. Мысалға мына кісінің жаңағы болады ғой, өзінің ортасында заңды жақсы білетін тағы біреулер келіп, сондай жоқ адамдарды іздейді. Жаңағы тамшыға да шыққан кезде менің сондай өзімнің күдігім бар, бәлкім айтқан болар. Енді жаңағы спокойный бір адамды табыңдар деген сияқты. Басты критерий спокойный адам керек. Иә, артында арқырап тұрған біреулер болмасын деген сияқты. Солай таңдаған болар деймін, себебі арайлымның мына шыдамдылығына мен өзім таңғалам. Арайлымның позициясын бәрін түсінем, және біз арайлымға айттық, біз қоғамдық бірлестік арайлымның артында тұрмыз. Дәл қазір енді әкімшілікке уақыт берілді. Бұл кісілер арайлымның сұрағын шеше алмайтын болса, осы күнге дейін неге бұл жаңағы социально уязвимый слой населениеда бұл неге тұрмаған, балалар қандай өмір сүріп жүр, қандай жағдайлар қандай деген сол қарағандыда неге қарамаған деген сұрақ, здоровый вопрос. Жоқ, енді қараңыз, мақұл, енді акимат өзі үшін шешеді. Мына қайырымдылық қордың отчетын біз қашан көреміз? Көреміз ба? Негізінде отчет бар ма? Осы күнге дейін сен зерттедің ғой, бар ма екен қорлар? Ешқандай жоқ. Жоқ, ешқайсысынан көрген емеспін. Бұлардың отчеты мынандай, енді анау қайырымды жандар шығып жатыр ғой, маған да алысып. Бұлардың отчеттары мынандай. Халқым 7 миллион жинадым. Халқым 20 миллион жинадым. Они считают это отчет. Ол отчет емес.
выписканы ешкім көрген жоқ. Сіздің договорыңызды көруге бола ма? Келісімшарт үй алуға туралы. жоқ, мысалы үшін ашық түрде есеп-шартты қашан көреміз? енді оны көру үшін халықтың өзі талап қою керек болатын болар. Енді халық қалайтын болса, хан да түйесін сояды дейді ғой. Жылуды жинап отырған источник дохода сол жаңа қайырымдылық қордар қайдан келіп жатыр? Халық қой беріп жатқан. Әлде оларда бизнес бар ма? Бір көлденең табыстары бар ма? Өз табыстарынан береді деген. Асар үме туралы мысалға жаңағы Қайрат Перизат Қайратпенен бір кездескенде ма, бір үлкен жиында ма 200 миллион ба сондай ақшаны Асар үме жаңағы Перизат Қайраттың қорына аударғанын мен көрдім. Мына су тасқыны болды ғой жаңағы. Сол кезде Асар үменің атынан 200 миллионды аударды. Халықтың ақшасы. Ол енді оның бір екі көлігіне кетті ғой. Халық жинап бердіңіздер. Ал мына жерде 6 миллион мен мына кісінің артынан байбалам салып, сенің үйің бар деп ақыр аяғында бұл арайлымда кеп тығырыққа тығып тастады. Енді жаңа сіз қарекет қорының айтып жатсыз ғой. Кешеде менде сондай жағдай болды ғой. Инстаграмға шығардым. Қарекет қоры қашаннан бері енді квартира беретін болыпты. Құдайға шүкір, ол күнге де жеттік деп. Сонымен сол квартира алған әйел, мұқтаж жан, дірілдеп келді маған, бүйтіп дір-дір етіп. Әпкесі бизнесмен, ағасы үй соғып арендаға береді екен. Жаңа сіз айтқан сөзіңізге. Сонда бауырлары тас бауыр болып отыр ма, тас жүрек болып отыр ма? Бір қарындасы неге қарекет қорына барып қолын жаяды. Енді ол былай тұрсын. Өзінің басында жұмысы бар. Нағыз мұқтаж емес қой. Жоқ, мұқтаж болса мұқтаж шығар. Бірақ по сравнению, жаңа сіз айтпақшы критерий. Неге ауылда отқан 2 жыл бойы қарекет қорына тынбай видеосында, фотосында, хатында жіберіп атқан адамға бермейді? 7 баласы бар, 1 баласы шетінеп кеткен, инвалид баласы. Қалған 3 баласы тоже инвалид, 3 баласы енді сау. Ауылда су тасып, отын жарып отқан әйелге бермей, Астананың төрінде кәдімгідей салонда жұмыс істейтін әйелге не себепті береді? По каким критериям, қалай ол очередность қалай жүреді? Двойной стандарт болып тұр ғой онда. Или әпкесі блогер болғаннан кейін соған беріп жатыр ма? Ойбай, мына жарқыратып көрсететін шығар деп. Не себепті? Күйеуі де атпалдай азамат екен. Мүмкін ажырасқан шығар. Бірақ жылда балалардың емінде бірге жүріп, әйелі жұмыс істеп, ол еркек өзі жатады екен ем шара қолдан. Міне Арайлымның да бір баласының ақауы бар. Енді міне екінші баласында да сондай болып тұр. Бұның барлығы бәлкім анаға қарайды ғой, балалардың да барлығы эмоциональный жағдайына байланысты. Мен әйелдердің барлығына жүрген жерімде айтам, сүміреймеңдер, еш уақытта еңселеріңді түсірмеңдер. Саған бала ту деп кім айтты деген сөзге бастарыңызды ол үшін салбыратпаңыздар. Нағыз ертең сол балаларыңыздың барлығы еңгезерде ер азамат болып шыққан кезде әлі талай қуанышты күндерің болады деймін. Бірақ әйел адам, мысалы ана сүмірейіп отыратын болса, жылап жататын болса, көрінгеннен ана комментарийді барлығын Арайлымның балалары оқып отырады. Қыз балалар ғой. Оларға қандай жаман нәрселер жазып жатады адамдар. Мейірімсіздіктеріңіздің кейбір адамдардың соншалықты тас бауыр болып кеткенсіздер. Жаңағы жарқыратып біреулерді бастаған кезде айналайын халқым деп шығады да, соңында ей деп шығатындар талайын көріп жүрміз ғой. Кімсің сен деп па? Солардың армиясы ма мен білмеймін, қандай хейттар өтіп жатыр. Соған бәлкім балалар қарайтын болар. Сол тұрғыда бір қызы кәдімгідей денсаулығында сыр бергені бар. Қазір мына баласыменен өте сондай бір дертке душар болып тұр. Қазір Алматыға барып келеді. Оның барлығын енді біз сүйемелдеп отырамыз. Бірақ оның бәрі келіп неге тіреледі? Қаржыға, әлде мемлекеттік бір жәрдемге. Соның осындай бір аналарымызды шырылдатып жүріп, ана жақта бірдеңе жасағанымыз, немесе біреуге ақша салып жіберіп өткенде біреу айтады, сенбеңдер ешқандай Робин Гудтарға, тек қана қарекетке сеніңдер, тек қана Асар үмеге сеніңдер. Олар деген, немесе человек маскеге алдандым деп маған осыдан бір 2 апта бұрын бір Қарағандының үлкен әжеміз хабарласты. Әбден кредитқа кіріп кеткесін, человек маскеге отыр екен, осындай бір не ойнатып деді. Осындай ақшаны салатын болсаңыз, мұншама ақша аласыз. Сөйтіп бұл кісі қалай 740 мыңға жаңағы
человек маскаға алданғанын білмей Оны қалған. білем, ол тиктокта отқан адам, ол человек маска емес, ол басқа адам. Бірақ міне көрдіңіз ба, ол мына жақтан жақсылық жасап жатыр. Человек маска, біз кім екенін білмейміз. Ертең мен де масканы кие саламын да, мен де человек маска болып жүре беремін. Сол үшін неге тоже бетін ашып, адам сияқты көрсетіп, отчетностьті көрсетіп, неге бермеске? Енді заң жағынан не істейміз сонда, біз бұлардың есеп қисабын көру үшін не істеу керекпіз заң жағынан? Халықты көтеру ғана. Заң жағынан, заң бойынша жаңағыдай қайырымдылық қорлар, қайырымдылық қорлардың жұмысы коммерческий тайныға жатпайды. Иә. Мысалға, мен ТО-ның жаңағы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылтайшысымын. Иә. Біздің өзіміздің ішкі неміз жарғымыз бойынша кейбір заттарды коммерциялық құпияға жатқызуымыз мүмкін. Иә. Ал жаңағы именно қайырымдылық қорлардың жұмысы, қызметі коммерциялық қызметке жатпайды, тайныға жатпайды, коммерческий тайныға жатпайды. Сондықтан олар деген толық керек мағлұматтарын беруге тиісті. Тиісті ғой, иә, негізі. Енді соны бізге бермей жатыр ғой. Кімсің сен, отчет сұрайды. Жоқ, енді қалай тұрғыда сізден сұрауға бола ма? Менің қоғамдық бірлестігімнің мүшесі да, Арайлым ханым, тағы да осындай жағдайда болып қалған адамдар. Солардың осыған сүйене отырып, мен қоғамдық бірлестік ретінде жаңа запрос могу отправить. Это же ваше право. Наконец-то. Да. Официально отправить запрос. Официально біз да отправим. Жоқ, біз даже мына кісіні қараңызшы, енді жалпақ тілмен айтқанда, пострадавшая ғой, былай айтқанда. Если оны организационно правовой формасы дұрыс тіркелген болса, заңды болса, онда они обязаны вам предоставить. Да, ну, в свете последних событий, которые вот громкое дело, да, по Перизат Хайрат, это тем более, мне кажется, требует, да, такого тщательного подхода ко всему этому, чтобы завтра не получилось так. Көбінесе мен айтайын да, біздікілер, кешіріңіздер, мен көп айтып жүрмін, маған сол үшін де хейт көп. Почему-то именно вот қазақ тілді аудитория осындайға өте көп түседі. Вы видели, чтобы русскоязычная аудитория осындай мәселелерге попадаться етіп, сөйтіп отырған? Олар көп сөйлемейді. Барлығын құқықтарын біледі. Себебі заңның өзі әлі барлық тұстары түгел бізде аударғанда не мағынасын жоғалтады, не тағы бірдеңе. Барлығы заңды түрде тарсылдатып алып отырады. Содан кейін ренжиді. Неге мысық, ит барлығына бәрі берілген, неге қазаққа берілмеген дейді. Себебі оның барлығын бірлестік қылып ашып алады. Сол арқылы запрос жібереді. Шетелдік компанияларға жазады. Осындай біз мына иттерді ұстап отырмыз, ол иттерге анау керек, иттерге мынау керек деп, кәдімгідей ақша бөліп алады. Ал біздікілерде не жоқ? Бірлік жоқ. Міне шығып жүрме адамдар, осы адамдардың сен сондай болып ал, сен көре алмайсың, сен сондай әңгіме деп шығады. Біз мына қоғамның былай айтқанда санитарлары деп айтуға болады. Мен баламның мынандай қоғамда өмір сүргеніне мүлдем түбегейлі қарсымын. Себебі поколение Z қазір көріп жатырсыздар, зумерлар не істеп жатқанын. Зумерлар талап қояды. Біз мынандай қоғамда өмір сүргіміз келмейді дейді. Ал енді альфа, менің балам альфа поколениясы. Альфа тем более не будет понимать. Қазір мысалға мына біздің поколением, біздің алдымыздағы, оның алдындағы поколенияның барлығы үнсіз не істеп келді? Үнсіз проглатывали, им все удобно. Таң атпастан балаларды мектепке апарады, уже конвейермен готовят именно өздеріне керек солдаттарды, армия чиновников. Қараңыздаршы, мысалға Швейцария мен біздің кабинет министрлікті салыстыратын болсам, енді масқара. Бізде енді министрліктердің жылда бір министрлікті қосып жатыр. Өсек министрлігін ашу ғана қалды, басқасының бәрін уже ашып бітіп жатырмыз. Сондық себептен барлықтарыңызға айтатыным, ең бастысы, біреу дұрыс сөйлеп жатыр ма, дұрыс мәселе көтеріп жатыр ма, соның аясында жиналу керек. Міне қазір Арайлымның жағдайда отырған қаншама адамдар бар. Мен ауылдарға барам, олардың бәрі қорқады. Ойбай, ертең күйеуімді жұмыстан шығарып тастайтын шығар, ертең бүйтетін шығар. Жаңағы жылу жинай жүрген адамдардың қолдарында ақша бар. Ақша бар адамды міндетті түрде кім қолдайды? Кім болса да 20, 30, 40, 50 керек болатын болса адвокатты нанимать етеді. Олардың барлығы адвокат деген адам өлтірген адамды да қорғауға міндетті, қорғау керек ол. Сондықтан олар адвокаттар кезінде бір танымал әншіні де наркотикпен ұстаған кезде қорғап шықты ғой. Сол сияқты есірткіні біз күресіп жүрміз. Есірткіге қарсы профилактикалық жұмыстармен.
ал басқа адамдар басқаша оны көтереді. Танымал адамдардың өздері соның ішінде жүрген кезде адвокаттар ақтап шығады. Себебі ақшасы бар адам солай. Енді арайлымның жағдайында бұл өте қиын. Бұл кісілер арайлымға көмек көрсетудің орнына өте үлкен кесірі тиді. Енді сіз ол үйден қашан көшіп кеттіңіз? Февральда. Сол 9 күні пеш атылды. Міне 30 февральда 2-3 айдан кейін получается. Бір жыл 4 болады. айдан кейін 1 жыл болады. Иә. Енді қандай істер, шаралар атқарылды? Асар Үмеге запрос кетті ме? Жасадым мен. Енді айтып отырған Асар Үме білгеніңді істеп ал, үйді бердік, Это өзің ваш білесің дом, ары что қарай. хотите, то и делайте. Ол Можете екі- продавать дейді. Екінші рет жаңағыдай Мен қайта неттім. Одан кейін акиматқа да бардым. 2 рет бардым. Ешқандай балаңыздың атында үй болғаннан кейін сізді очередьке қоя алмаймыз. қоя дейді, иә? алмаймыз дейді. Сдайте этот дом акимату, потом только вставайте в очередь, потом только уже будем решать. Сіз қайттан очередьтің астына Сіздерде кетесіз, енді қайттан басталады. екінші вариант тағы да осындай благотворительный фондтарға не істеу? Жүгіну? Жүгіну. Мен харекетке де жаздым. Ол кезде енді білмеймін ғой мен харекеттің де болықтарын. Жоқ, бұл жерде Харекетке талап де ету керек, сізді перебеу. Бұл жерде талап ету керек. Жаңа харекет қоры семьяға берді дедіңіз ғой үйді. Тура солай сізге берсін Асар Үме. 6 миллиондық үйін алсын да, 20 миллионға сата ма, 3 миллионға сата ма өздері біледі. Сізге дені дұрыс үйді беру керек. Енді Неге Міне осы десеңіз, алаңды қазір ол ақшаны мен халық сіздер- жинап берді иә, сізге. мына осы Асар алаңды Үмеміз. пайдаланып айтыңыз қазір. Асар Үмелік. Өзіңіздің Прям неңізді обращение айтыңыз, сделайте обращение официально. Міне требование қазір не дәл надо. алдыңызда сіздің Асар Үме жаңа қоры ма? Иә. Қайырымдылық қор. Қайырымдылық деген сөздің әбден қадірі кетті ау. Қадір кетті. Қайырымдылық қорының мысалға жаңағы басшысы отыр делік, иә? Сіз не айтар едің? Сен не айтар едің? Мысалға міне барлық құжаттарыңмен тұрсың сен. Сол моментте оның өзін көрген жоқсың ғой сен. Менеджерлар келді. Бәлкім ол кісі білмейтін болар. Мүмкін. Бәлкім мынаның барлығын орындаушы адамдар жаңа айтып отырсың, мен ол жаққа баратын уақытым жоқ, барғым да келіп тұрған жоқ деп. 6 баланың жағдайын ойлап отырған жоқ На олар. отвали жұмыс деген ғой сізден. Иә. Дұрыс айтасыз. Жаңағы қордың директорына не дер Просто едіңіз? резюмируя, да, вот это Иә. вот қазіргі отырысымыз босқа кетпесін. Осы алаңды пайдаланып, официальное обращение сделайте. Мен, и оны мен деген сол максимально салайық жаңағы барлығымыз. үйім аварийный состояние болып осы биыл пеш атылғанда мен айтқам, хотя бы маған басқа үй керек жоқ, маған сол үйді ремонттап жап беріңіздерші деген. Маған хотя бы сол үйді ремонт мүмкіндік болса маған ақша да керек жоқ. Материал алып нетіп Қазір беріңіздерші енді деп сол ше. ауылда тұрып жатсыз ба, ары қарап? Жоқ. Майқұдықта тұрып жатырмын. Балаларым сортировкада оқиды, интернатта понедельник кетеді, пятница күні келеді. Оған да көнбеді ғой, иә? Оған да көнген жоқ. Ендігі мәселе, міне харекет қоры былық шыққан кезде ғана жақсы үй беріпті ғой. Енді мен былай ойлаймын, талап ету керек сізге. Бұрын Қарағандыда тұрдыңыз ғой. Сол тұрған жеріңізден үй алып берсін. Үй алып беруге міндетті деп мен санаймын. Өйткені ол Асар Үменің директоры өзінің қалтасынан алып беріп жатқан жоқ ол сізге үйді. Керемет болса, өзінің қалтасынан сізге үй алып берсін да, алагөзі секілді. Одан кейін айтса болады, айналайын, мен саған алып бердім, өзінің қолынан келгені осы деп. Халықтың ақшасын жинады ма, есеп қисабын дайындасын да, сізге Қарағанды қаласынан балаларға условиясы бар жерден, мектеп жанында тұрған жерден, іші жып-жылы ремонтымен үй алып беруге міндетті деп мен санаймын. Басқа адам қалай санайтынын Білмеймін, қалай ойлайсыздар, құрметті қазақстандықтар, сіздер қалай ойлайсыздар? Көптеріңіз жазып жатырсыздар, бұндай да үйге біз зәруміз, бұған да жете алмағандар бар деп. Қараңыздаршы, балалар өсіп келе жатыр. Қыздар бой жетіп отыр. Олар білім алу керек. Ары қарайғы өмірі қалай болмақ? Мынандай үйді, оны мен өзім ойладым. Бәлкім жан жағымдағы адамдардан жылу жинайын ба, бәлкім мына үйді ремонтқа ақша жинайын ба, оны да ойладым мен. Бірақ ана үйде ешқандай ары қарайғы өмір сүру мүмкіншілігі жоқ. Себебі мен өз көзіммен көрдім. Сіз айтып Фильм, отырған бәрі бар. районның өзі. Мен берем осы жерден қазір барлығын. Районның өзі. Район емес, айдала. Бұл көлігі бар, немесе бір жерде қызмет істейтін адам емес қой, қарапайым адамдар. Отбасына тіпті 200 мың да кірмейді ай сайын. Сондықтан сіздер мынандай жағдай менің де басымда болады деп ойламайсыздар ма? Көрдіңіздер ма? Бәлкім бұл үйсіз күйсіз жүрген кезде бізге шыққан болса, біз әкімшілікке айтып үй кезегіне қояр едік. Дәл қазір қақпанға түсіп қалды. Үйі бар, ана бір 100 теңгесі асып кетсе, байлар қатарына кетіп қалады да, көп адамдар 100 теңге жетпей. Сондай ғой, енді мына жерде де сондай жағдай болып отыр. Сондықтан мысалға Асар Үмеге жаңағы запрос туралы сіз бізге жаңа
мына кісінің атынан жазасыздар ма, қалай болу керек, соны енді сіз осымен айналысқан болсаңыз кеңес беріңіз, қалай запрос жасауымыз керекпіз, ары қарай тағдыры не болады. Міне қылышын сүйретіп қыста келді. Бұл кісілер ол жерде тұрмайды. Бірақ заң тұрғысына қарап қалатын болса, ана жоғарғы жаққа арайлым кім? Арайлым деген кәдімгідей үйі бар, күйі бар. Не керек оған? Кәдімгідей халық жинап үй алып беріпті дейді. Енді мына алаңды пайдаланып сұраңыз. Кәдімгідей сұраңыз. Енді сұрағанда еді. Білмеймін енді сұрап нетіп. Сұрап емес. Мысалға жаңағы Аса Рөменің жаңа қордың өзі кім аты? Асхат Әділбекович. Асқар Әділбекович, Нұрмашевқа алдыңызда тұр делік. Ол өз қалтасынан берген жоқ. Енді әділдік нетсе деп ойлаймын, жаңағы үйді. Енді білмеймін, жаңағы үйді ремонттап бере ма? Әділдік сұрамаңыз сіз деген ол кісімен сотта отырған жоқсыз. Иә? Жоқ, енді жаңағы үйді хотя бы олар өздерінің жаңағы бюджеттеріне ма білмеймін ғой, енді оларда сізге үй берер кезде олардың қорында қанша ақша болғанын бізге білмеймін. Ешкім білмейді. Не себепті ешкім білмейді? Иә, ешкім білмейді. Біз білмейміз. Сондықтан қазір міне алдыңызда сол адам тұр деп айтыңыз. Бұл кісіден көрінізі қысылып тұр ғой, енді біреуге требование айтуға. Мен халық ретінде, садақа берген адам ретінде, сондай фондтарға мен требую. Дені дұрыс үй берсін. Жаңағы мен айтқан жоқ, мен тіпті бар ғой, бүйтіп айтар едім. Мынаны прокуратура қызметкерлері қарау керек деп ойлаймын. Себебі мына жерде Верещагина Олега Геннадьевича дейді, соның атынан мына Максим Олегович. Мен білмеймін ғой, бұл жерде біреуден біреу алып, бір менің ойымша жоқ, бір құйтырқы бір әрекет бар сияқты. Әрекет емес. Бұл арада вот именно что олар өздерінің ақшасын көрсету үшін, чтобы прозрачный болу үшін өздерінің атынан как плательщик ретінде. Мына договор тұр. Жоқ, бұндай договорды мен Қарекеттен де көрдім ғой. Мысалға Қарекетте де жаңағы тура мына Арайлымның жағдайындағындай ол үйді, мысалға әкімнің өзі айтты, ауылдың әкімі біледі ғой рыночную цену, өздерінің үйлерін. Красная цена 3 миллиона, а почему-то договорда 14 миллион 594 мың. Мысал үшін, қалай олай шықты, соны тексереміз, прокуратураға жүгінеміз деген кезде табан астынан жаңағы Ықылас деген жігіттің отбасына Түркістаннан 3 бөлмелі пәтер берді. Мен соны айттым ғой, тура сізге де сондай жағдай жасау керек. 3 бөлмелі пәтер берілді. Болмаса жаңағы Гүлеке Қасым айтып отқандай, прокуратураға бару керек, басқаға бару керек. Түбінде қайырымдылық қорлардың барлығы есеп қисапты көрсету керек онлайн. Сайттарын ашсын да, бәрі дайындалсын. Тарс. Болмаса резонанс тудырамыз да, бүкіл халықты көтереміз. Өйткені 100 мыңдап, 200 мыңдап салып жатқан бизнесмен қыздар да бар. Барлығы маған хабарласып жатыр. Біздің ақшамыз сонда біреудің қалтасына кету керек па деп. Мен жаңағы анау Максим Верещагин неткен кезде түсіресіз ба деп неттіп сұраған кезде 5700 деді. 5700 скину деп сөйледі. За 5700 адам деп сөйледі. Жаңағылар сосын кейін үйді берген кезде мы дом купили за 5700, 300 вам деп наличка берді. Оны ертең тағы да мен артына сөз ергенін қаламаймын. 300 мыңды маған қолыма ұстатты жаңағы үйді берген кезде. Міне 5 миллион 700-ге алдық, 300 мың сізге типа жаңағы 6 миллионның есебі бойынша. Андай не істеген түрі ғой. Бәрі. Что ертең біз оған бергенбіз, неткенбіз деп артына сөз ерген тоже маған да неохота. Енді қараңыз, заңгер ретінде сіз айтыңызшы. Бірақ мында деген сатып алу бағасы 5 миллион 500 мың деп тұр ғой. 5 миллион 700 мың деп тұрған жоқ қана. 5 миллион 500 мың. 5 миллион 700 деді, 300 мың. Ол потому что 5 миллион 500 неге 5 миллион 500 олар Каспиймен жіберді да 200 мыңды олар, по-моему, наличка берді. Ол хозяинға. Нотариуста отырған кезде солай берді ғой. Солай берді. Енді қараңыз, Ерсайын қызы, мен сізге сұрақ қойыншы. Осы мәселе басталған кезде жаңағы маған көп хейт жазатын ырысты армияның құлағына құлақ қағыс ретінде айтыңызшы. Фондтың директоры, жаңа сіз айттыңыз ғой, фондты ашқаннан кейін өз Каспийін бақырайтып қойып, Каспийіне жинауға. Каспийіне қоюға болмайды ондай. Болмайды. Мынандай бір сұрақ. Операторларынан үлкен қылып түсірсе, мынау біздің президентіміздің қолы қойылған Қазақстан Республикасына 6 азамат өмірге алып келген
күміс алқа иегеріне берілген орден. Күміс алқа деп. Президент қол қояды. Бұл неден? Күміс алқамен наградталды дейді. Президенттің қолы тұр. Бірақ та ол 6 балаға осы мынау қағаз қандай көмек береді? Тегін жүру, тегін жүру, социальный оңай алдық. Бірақ 19-ға толған кезде, уже 18-ге толған кезде баланың несие жойылады. Үлкен қызым уже 19-дан асса, оны пособиедан да қысқартады. Енді екінші қызым январьда 18-ге толады, Алла қаласа, ол да қысқарады, уже 4 балаға ғана. Енді осы тұрғыда Дико, сен енді жастар легісің ғой. Қалай ойлайсың? Осылай біз демографияны көтере аламыз ба? Әрине жоқ. Қазіргі сіз айтқан жастар осындай. Сен мынандай күміс алқа иегері ретінде сен өзіңнің балаларыңды тегін жоғарғы білім ала аласың ба? Алғыздыра аласың ба? Негізі бар дейді ондай не, жаңағы бізде карго. Енді менде Алла қаласа келесі жылы 2 балам бітіреді. Екінші қызым менде как отстает от своего возраста на 3 года по развитию телосложения и костей ретінде ол неде оқиды, спецшколада оқиды. Ол спецшкола 10-шы классқа дейін ғана, 10-шы класста бірақ береді аттестатты. 11 жоқ ол жерде. Жаңағы аттестатпен оқуға түседі. Екінші ұлым, енді ұлдың үлкені, 3-ші балам, ол тоже 9 бітіреді. Жоқ, оқуға түседі. Платно, бесплатно, бірдеңке қарастырылған ба сіздерге? Онысын білмеймін. Мен үлкен қызым екі мамандықтарды, повар, кондитер и технолог. Ол өз күшімен оқыды. Грантқа да түсті, өз күшімен оқыды. 4 жыл стипендия алды. Енді мыналарды, білмеймін, жаңағы мен екінші қызым жаңағы мамандық таңдап отыр, начальник классқа мұғалім. Сондай мұғалімға түсем деп отыр. Енді ол бізде Каргуда ғана, Бөкетов атындағы университет. Мен қолыма қандай тиын түседі, пособие түседі, ай сайын мен обязательно олардың дегендерін істеймін. Потому что ол баланың өзінің ақшасы. Мен почему оны өзіме жұмсауым керек? Мен обязательно кровь из носа, бірақ балалардың айтқанын істеймін. Еркелетпеймін да, артық анандай 20 мың кроссовки, 30 мың кроссовки алып бермеймін. Барам, арзан деген гардероб деген магазин бар бізде, Таирда. Содан алып беремін. Ел қатарлы. Жоқ, ол мен айтам, руханиятта жаңағы. Мысалға, Көктөбені көргілері келетін шығар, Бурабайды көргілетін шығар, Мегаға барғылар келеді көбінесе балалар мысалға, иә? Ондайды білмейді біздің балалар. Біздің Қарағандыдан шықпаған ғой, мен балаларым. Ешқайсы Қарағандыдан шықпаған. Астанаға келді, екінші қызым ана мен балаға жатты, болды больницаға. Бітті. Бар көрген. Бар көрген сол болғанда республиканский неге келді бұл, жарысқа осында Астанада. 9 малақтан бірінші орын, республиканскийден бірінші орын алды. Шахматтарға қатысады, вокалға қатысады, бәріне қатысады. Ешқандай несінен қатысам деген заттарына қатыстырамын. Потому что ол баланың өзінің ынтасы, өзінің несі желаниясы болғаннан кейін. Мен есіме түсіп отырады, жаңағы ырысты армияның пысықтары тағы бір маған жазады ғой. Ырыс бала дейді, отчетты налоговыйға өткізіп қойған дейді. Өзі де сондай видео жариялап жүр екен. Мен басыма, миыма қонбайтын нәрсе. Мен налоговый благотворительный фонд бар ма? Жоқ па, мен сол бар. Каспий перевод тексеріледі деп осы 24-дің аяғында сыбыс шықты, 25-тен бастап тексеріледі. Сол кезде жауып тастайды благотворительный фондты. Енді қараңыз, благотворительный фонд налоговыйға отчет не үшін өткізіп жүр? Налог төлемейді ғой благотворительный фонд. Не істеген ғой, освобождение же у них. Назарбаевтың үкімі шыққан жоқ. Енді ол заңға сәйкес өзінің отчеттарын істеу керек қой. Жоқ, налоговыйға беріп жүрміз. Ешқандай да отчет бермеймін сонда. Халыққа бермеймін деп айтты, нагло. Сұраған халыққа бірдеңкемнің ішіндегі бірдеңке, енді айтпаған сөздің бәрін естідік. Қызметі заңдастырылған ба, ол үлкен сұрақ. Оны да ешкім біле алмайды ғой. Ешкім білмейді. Соны енді сіз жаңа айтып отырсыз ғой, запрос ретінде біз біле аламыз, иә? Бұл жерде ең қызығы, сондай адамдарға бір сұрақ қойылып, мысалға төтесінен бір шығып бірдеңе деп қалатын болса, мен таң қалғаным, біздің бүткіл данныйымыз, мекен жайымызға дейін, олар 5 минуттың ішінде біліп алады. 5-ақ минуттың ішінде біліп алады да, шауып келеді. Мен өзім шошып кеткен, мен заявление жазып отырмын үйімде. Жаңағы мен кімге жазып отырмын, сол адам менің үйіме келді. Не себепті? Кешіріңіз, олар 6 секунд. Жаңағы ырыс бала деп отырғаныңызда, біреулер комментарий жазады ғой, ол туралы жаман бірдеңе жазама.
сол 200 километр жерге көлікпен барып далдулын шығарып жатқанын көргенмін мен. Қалай тауып алады олар? Оны деген ол рилс көп салған ғой деп. Бір рет менің алдымнан шығып қалған осы әлеуметтік желіде. Мен сонда таңғалғанмын. Ол баланы, кішкентай баланы қорғайтын туысқандары жоқ па? Әке-шешесі. Әке-шешесін тұрғызып қойып жылатып тұр ғой, үшеуін. Олардың өзі шошып кетеді ғой, мысалға мен таң қалдым, мен шошымайды, бірақ таң қалдым. Түнгі сағат бұл 12-1 кезінде менің достарым Америкада тұратын, солар айтады, дереу TikTokқа кір, сенің суретіңді қойып, осындай блогер жаңағы неше түрлін айтып отыр. Мен туралы айтпаған сөз қалған жоқ. Мен бәрін жазып алам. Өте енді қазір әйгілі болып жүрген. Содан мен әгіні жазып аламындағы, барлығын зафиксировать етемін де, 102-ні шақырам. Ертесінде менің туған күнім. 5 ноябрь күні менде туған күн қонақтарым шақырылып қойған. Содан заявлениені жазып жатырмын. Табан астында кіріп келді де, жылап, еңіреп, кешірім сұрап. Мен айттым, мен бәрібір тіркелсін мынау. 7 ай соттастым мен. Сенсеңіздер де, сенбесеңіздер. 7 ай маған айтпаған сөзді айтып, менің балама, барлығына жала жауып, ар-ожданыма тигеннің өзінде мен 131 статья бар, сонымен 7 ай соттасып жеңіп шықтым. И то мен енді ана жас баланың сағын сындырмайыншы деп медиативныйға келісіп, менің бүткіл парақшаларымның бәрін, блокқа кеткен парақшаларымның өтемін орнына қоясың дедім. Немесе парақшамның бәрін восстановить етесің. Восстановить он не смог, өтемін төледі. Моральный ущерб называется. Сонымен ол жабылған болатын. Сол кездегі айтатыным, мен ол жүрдім ғой. Сондай айтқанда оларға болмайды айтуға. Өкімет сияқты өздеріне заң шығарып алған, ақша бар. Содан кейін халық, кәдімгі өздерінің армиялары бар, комментарияларға кіреді, менің парақшаларым бұғаттанды. Кірді де, бұлар жалып тастайды. Жаңа Асар Үме айтты ма, мынаның қолына не келеді деп отыр ғой енді. Үйің бар, күйің бар, бұл деді. Білгеніңді істеп ал деп айтып отыр ма? Енді ары қарай біз қолымыздан келгенше сіздер бар, біздер бар, көмегімізді беруіміз керекпіз. Енді мынаны президентке жеткізу керек. Күміс алқаны оңды солды бермей-ақ қойыңыздар. Егер де сіздер берген күміс алқа, мына орден, кітапшасы дегенді бергеннен, одан кімге қандай пайда бар? Пайдасы жоқ нәрсені оңды солды беріп қажеті жоқ. Оны күміс алқа егері деп керек кездерде алып шығып, қолына гүл беріп, суретке түсіріп бүйтіп керек жоқ. Шынымен де сіздер бердіңіздер ма? Осыған сай, атына заты сай жақсылық жасаңыздар. Немесе жақсылықтың жасап қажеті жоқ. Ендігі подкасттың түйінін мен былай айтайыншы. Қарекет қорының директоры, Асар Үменің қорының директоры, Ырысты армияның басшысы Ырысбала Икрамбай есеп қисаптарыңды дайындап, қай мұқтаж жанға, қанша теңгеге, неге сондай сомаға сендер үй алып бересіңдер, по каким критериям дейді ғой, соның барлығын осындай ашық сұхбатқа келіп, беттерің таза болса, істеген істерің таза болса, халықтың ақшасын, халықтан жинаған ақшаны шынымен мұқтаж жанға беріп отырсаңдар, әлеуметтік желіге сторис жариялап, мен ешкімге ешқандай есеп беруге тиісті емеспін деп Ырысбала да айтып отыр. Қай бір күні Қарекет қорының директоры, атын ұмытып қалдым, Гүлмира ханым деймін. Сол кісі айтып отыр, мен ешкімге ақталуға міндетті емеспін деп. Мен санаймын, халықтың ақшасын жинап отқаннан кейін ақталуға да міндеттісіз, есеп қисапты көрсетуге де міндеттісіз. Сіз бір ғана мәселеде міндетті емессіз. Егер Алагөзов сияқты басқа да мені айтып, айтпай жүрген миллионерлер секілді өз қалтаңыздан берсеңіз, сіз міндетті емессіз. Ал халықтың ақшасын жинағаннан кейін халыққа есеп беруге міндеттісіз. Рахмет. Жаңағы алаңды пайдалансын деп едім. Бұғысы не айтады енді оларға? Айта алмайды. Жоқ, бұғысы негізі менің айтып отқаныма сіз келісіп тұрсыз ғой? Негізі сол ғой. Просто бұл кісіге білесіз ба, не үшін өйтіп айта алмайды? Хейт кетеді. Мен так қаншама комментарий оқыдық, мен қыздарым да тойымсыз бұлар. Бұларға көмектессең де жақтайсың сен. Маған берсе ана үйді қатырып аладым деген неше түрлі комментариялар оқыдық. Ана үйді тегін біреуге берсе де түкті жасай алмайды. Ана Қарекеттің үйін, фундамент жоқ үйді не істейді? Жоқ, Қарекет қоры жақсы выход тауыпты, мақсыз-ақ деген жексұрын болып қалды. Міне біз ақ жексұрын болып қалайық, подкасттан кейін үйді. Болды, басқа талап жоқ. Білмеймін, менің ойымша сондай